келін болып келгенде дейді, бет ашылмаса не болады дейді. Ол жайлы Құранда бар ма дейді. Бет ашылмаса, өз автоматически ашылып кетеді. Чай құйған кезде өзі спокойно бүйтеді, ашылып кетеді, фыт деп ашылып кетеді, бүт деп ашылып кетеді. Ештеңе жоқ. Бет ашу деген не біріншіден? Бет ашу деген таныстыру деген сөз. Ертең қайнағаңа бір сәлем дегенде, бүйтіп көзіңмен стірлет етіп отырасың. Мынау кім дейсің. Енеңе бір сәлем дегенде, номер бірінші жағатын адам дейсің. Абысыныңа, одан кейін жаңағы қайнапкелеріңе дегенде, кобра деп бүйтіп қарап отырасың. Сол таныстыру деген сөз жаным. Сен танысасың сонымен. Олар да сенің бетін ашқанда, мынау екен ғой көшеде көргенде деп сені көреді. Мына бетін ғана ашады. Біздің қазақ халқының дәстүрінде келіннің бетін ашқан кезде бет ашушы адам ешқашан, байқайсыздар ма, қолмен ашпайды. Орамалына да қол тигізбейді. Немен ашады? Оқтаумен ашады. Немесе домбыраның басымен ашады. Ана жыланды бүйтіп, таяқпен бүйтіп аккуратно алады ғой. Сол сияқты аккуратно бетін ашады деп тигізбей. Вот солай. Бұл не деген сөз? Бұл тәрбие деген сөз жандарым. Бұл тәрбие, ананың бетін ашып жүзін көрсету деген сөз, таныстыру деген сөз. Ал сен итак танисың, уже итак WhatsApp-пен бәрін танысып аласың, Instagram-нан көріп аласың, анау қайнақпен, мынау номер 1, номер 2 деп. Болды все. Одан кейін оны мен әлі күнге дейін білем, көп келіндер сөйтіп айтып жүр. Менің бетім ашылмады. Елдің бәріне сен бәленбай мыңнан бергесін қалың мал. Маған осыншақ бердің. Еще мақыр деген естіп алған молдалардан. Ой, молда мақырды қосып алдың қазір. Содан кейін берген кезде бәріне бриллиант бермедің. Анаған бриллиант берді деп мамаларыңызды миын жеп жүргенде бар. Ана сен үлкен баласың, сені жақсы көрмейді. Ана інісіне осындай киіт берді, осындайдың ақша берді, $500 берді. Саған өстіп $100 берді деп жан жеме қойыңыздар. Саған бақытты болғаның артық. Солай. Кейін ойлаңыздар, Құдай ар жағын өзі берекесін береді. Просто таныстыру деген сөз. Итак танисың ғой бәрін. Инстаграмдан көріп аласың бәрін. Болды.